Адамзаттың асыл тәжі Мұхаммед пайғамбар. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ал-яума акмалту лакум динакум ва атмамту алейкум ни'мати ва радиту лакум ал-ислама дина. Бүгін сендерге дінді толық етіп түсірдім, және игілігімді, нығметімді соңына жеткіздім. Әрі сендердің діндеріңді ислам болуын қоштадым. Деген Маида сүресінің алғашқы аяты түскенде Хазіретті Абу Бәкір Сыддық көзіне жас алады. Мұны байқаған жанындағы сахабалар: "Ей Абу Бәкір, бұл аят саған не үшін әсер етті? Әдеттегі түскен аяттар секілді емес пе? Неге жыладың?" деп сұрайды. Сонда Абу Бәкір Сыддық: "Бұл аят ардақты пайғамбардың ажалы жақындағанын білдіреді" деген еді. Адамзаттың асыл тәжі болған Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам пайғамбар өмірден өтпей тұрып 9 күн бұрын мына аят түседі: Аллах тағаланың алдына қайта баратын күннен қорқыңдар. Сол күні әрбір адамға бұл өмірде істеген жақсы не жаман амалына қайтарым беріледі, және оларға ешқандай әділетсіздік көрсетілмейді. Аталмыш аят түскеннен кейін пайғамбардың мүбәрак денесі ауырсына бастайды. Бойында ыстығы көтеріледі. Ауырып тұрғанына қарамай пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам Ухуд соғысында шейіт болған сахабаларымды көргім келеді деп олардың мазаратына барады. Барған бойда қабірлерге жақындап: "Ассаламу алейкум, ей Ухуд қауымы, расында сендер бізден бұрын өмірден өттіңдер. Енді мен Аллахтың қалаған күні сендермен қауышамын" дейді. Содан кейін мазараттан оралып үйіне келген бойда қайта көңілі босап кетеді. Жанындағы сахабалар алаңдап: "Ей Аллахтың елшісі, сізге не болды?" дейді. "Мен бауырларымды сағындым" дейді пайғамбар. Сахабалары таңғалып: "Сіздің бауырларыңыз біз емес пе?" дейді. Сол сәтте пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам: "Жоқ, сендер менің сахабаларымсыңдар. Ал бауырларым, олар менен кейін келіп, мені көрмесе де менің жолымды ұстанатын мұсылмандар" дейді. Ертесіне пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам бойындағы ауруы одан әрі асқына бастайды. Ол уақытта пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам Маймуна анамыздың үйінде болатын. Ол Маймуна анамызға: "Барлық әйелдерімді осы үйге жинашы" дейді. Көп ұзамай барлық әйелдер Маймуна анамыздың үйіне келеді. Пайғамбар оларға қарап: "Мен Айшаның үйінде ауырсам қарсы болмайсыңдар ма?" дейді. Барлығы бір ауыздан: "Біз қарсы болмаймыз, ей Аллахтың елшісі" дейді. Содан кейін пайғамбар орнынан тұра бергенде өз денесін көтере алмай бойын әлсіздік басады. Сол сәтте Али ибн Абу Талиб пен Фадл ибн Аббас келіп, оның қолтығынан көтеріп Маймуна анамыздың үйінен Айша анамыздың үйіне жетектеп алып барып бөлмеге жатқызады. Пайғамбардың мұндай халін көрген мұсылмандар қатты алаңдаушылық білдіріп Айша анамыздың үйіне топ болып жинала бастайды. Бейсенбі күні, яғни ажалдың келер күніне 4 күн қалғанда құптан намаз кіреді. Пайғамбар дәрет алып намазға тұрайын десе қозғала алмайды. Бұған дейінгі барлық намаздарды сахабалармен бірге оқып келген еді. Алайда бұл түні оның ауруы асқынып, денесін көтере алмай қалады. Сонда да сәл әрекет жасап, дәретін жаңартып, енді намазға ниеттене бергенде есін жоғалтып алады. Біршама уақыттан кейін есін жинап: "Адамдар намаз оқыды ма?" деп жан-жағына қарап сұрай бастайды. Сонда оған: "Барлығы сізді күтіп отыр, ей Аллахтың елшісі" деп жауап береді. Екі аяққа тұра алмайтынын білген пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам Абу Бәкірге ешкімді күтпей жамағатпен намаз оқи беруді бұйырады. Бұл пайғамбардың ең соңғы құптан намазы еді. Ажалдың келуіне 2 күн қалғанда пайғамбар сәл жақсара түседі. Сосын бөлмеден шығып мешітке қарай барғанда Абу Бәкір бастаған мұсылмандар намаз оқып жатады. Мешітке кіріп келген пайғамбар екенін сезген Абу Бәкір имамдықтан шегіне бастағанда пайғамбар оған намазды жалғастыра беруге ишарат білдіреді. Осылайша Хазіретті Абу Бәкір пайғамбардың көзі тірісінде ол өмірден өткенше 17 рет имамдыққа шыққан болатын. Алайда ертесіне пайғамбардың ауруы одан сайын асқынып,
бойынан терісі судай болып ағады. Мұндайды көрген Айша анамыз: мен бұған дейін қанша ауырған адамды көрсем де, бойынан мұндай тері аққан кісіні көрмеппін, деп оның мүбәрәк қолын ұстап, жанында маңдайын сүртіп отырады. Үйдің айналасына толған адамның шулаған даусын естіген пайғамбар: мұнда не болып жатыр деп сұрайды. Айша анамыз: олар сіздің жағдайыңызға алаңдаулы дейді. Адамдардың көңілін бір жұбатайын деп орнынан тұрмақшы болған пайғамбар кенет тағы есінен танып, орнынан тұра алмай қайта жатып қалады. Айша анамыз дереу бетіне су сеуіп, есін жинатып алады. Біршама уақыттан кейін пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам екі аяққа тұрып, мешіттің мінберіне шығып: ей халқым, мен үшін алаңдаулы екендеріңді білемін. Біздің мәңгілікке жүздесер жеріміз ол бұл дүние емес, бәлки жәннатта болмақ. Ей адамдар, мен өлімнен қорықпаймын. Керісінше, мен сендер бұған дейінгі қауым секілді бұл өмірде дүниенің соңынан еріп кетеме деп қорқамын. Ей адамдар, намаздарыңа берік болыңдар. Намаздарыңа берік болыңдар. Намаздарыңа берік болыңдар. Ей халқым, әйелдерге жақсы қараңдар. Олармен жақсы мәміледе болыңдар. Ей адамдар, Аллах тағала өзінің құлына екі таңдау берді. Біріншісі Аллахтың құзыры, екіншісі бұл дүние. Сонда әлгі құл Аллахтың құзырына баруды таңдады, дейді. Онда айтылған құл пайғамбардың өзі еді. Бірақ бұны мұсылмандар дер кезінде түсіне қоймады. Тек Әбу Бәкір Сыддық дереу түсініп, көзіне жас алады да қатты дауыстап: ата-анамыз сіздің жолыңызда құрбан болсын, ей Аллахтың елшісі. Бала-шағамыз сіздің жолыңызда құрбан болсын, ей Аллахтың елшісі. Әйелдеріміз сіздің жолыңызда құрбан болсын, ей Аллахтың елшісі, деп жылаған күйде бірнеше рет дауыстап қайталайды. Пайғамбар сөзін аяқтап мінберден түсер алдында: жаратқан сіздерді қорғасын, жаратқан сіздерге жар болсын, жаратқан діндеріңізге берік болуды нәсіп етсін, жаратқан сіздерге демеу болсын. Ей адамдар, қиямет күніне дейін созылған менің үмметіме менен сәлем жолдаңыздар, дейді. Сосын сахабалар оны қолтықтап алып Айша анамыздың бөлмесіне қайта жатқызады. Артынан бөлмеге Әбу Бәкір Сыддық кіреді. Қолында мисуагы бар. Пайғамбар мисуаққа ұзақ қарап алуға әрекет жасайды. Алайда қатты ауырғандықтан қимылдауға шамасы келмейді. Мұны түсінген Айша анамыз дереу әкесінің қолынан мисуакты алып, оның аузына салады. Бірақ пайғамбарымыз аузын мисуакпен тазалауға да шамасы келмегесін, оны жұмсарту үшін Айша анамыз өз аузына салып, мисуактың басын жұмсартып береді. Айша анамыз кейін бұл жайлы: ардақты пайғамбар өмірден өтпес бұрын ең соңғы аузына алғаны ол менің мисуактағы сілекейім еді. Осылайша жаратқан соңғы дем алдында екеуміздің сілекейімізді қосқан болатын, деген еді. Біршама уақыттан кейін қызы Фатима әкесінің жағдайын сұрау үшін бөлмеге кіріп келеді. Қараса әкесі қатты терлеп, ауруы асқынып жатады. Мұны көрген Фатима көңілі босап, жасына ерік береді. Себебі бұған дейін ол әкесіне келгенде пайғамбар орнынан атып тұрып, екі бетінен сүйіп қарсы алатын еді. Алайда қазіргі жағдай мүлде басқаша. Сосын ардақты пайғамбар: ей қызым, жаныма жақындашы, құлағыңа бірдеңе айтайын, дейді. Фатима жақындайды. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам оның құлағына сыбырлайды. Сонда Фатима қатты жылайды. Сосын екінші құлағына тағы сыбырлайды. Ол кезде Фатиманың жүзіне күлкі бітеді. Кейін асыл пайғамбар өмірден өткесін бұл туралы Фатимадан сұрағанда ол: әкем құлағыма бірінші сыбырлағанда оның осы түні өмірден өтетінін айтты. Соған мен өзімді ұстай алмай жылап жібердім. Екінші рет сыбырлағанда жәннатта менімен ең алғашқы кездесетін сен боласың, деді. Сосын мен күлген едім. Бұл Фатиманың да ажалы жақындағанын білдірген еді. Расында Фатима әкесінен кейін 6 ай ғана өмір сүреді. Ол Әбу Бәкір Сыддық тұсында дүниеден озады. Содан соң ардақты пайғамбар Айша анамыздан басқа үйден барлығының шығуын өтінеді. Адамдар үйден шыққан соң Айша анамызға: жаныма жақындашы, дейді де кеудесіне басын қойып жатады. Сол сәтте пайғамбар қолын аспанға көтеріп: Аллахтың құзыры, Аллахтың құзыры, деп айта бастайды. Айша анамыз оның Аллахтың құзыры мен осы дүниенің арасында таңдау жасап жатқанын біледі. Сәлден кейін есіктің тұсына нұры жарқырап Жәбірәйіл періштесі келеді. Сонда ол: ей Аллахтың елшісі, үйдің алдында өлім періштесі сізден кіруге рұқсат сұрап тұр. Бұған дейін ол ешкімнен рұқсат сұраған емес еді, дейді. Пайғамбар Жәбірәйілге: кіруге рұқсат, дейді.
Өлім періштесі бөлмеге кіре сала: Аллахтың сізге сәлемі болсын, ей жаратқанның сүйікті елшісі. Раббым мені сізге жіберді. Бұл дүниеде қалуды қалайсыз ба? Әлде Аллахтың құзырына баруды қалайсыз ба дейді. Пайғамбар ойланбастан: Аллахтың құзырына баруды қалаймын, Аллахтың құзырына баруды қалаймын деп саусағын көтеріп 2 рет қайталайды. Сол уақытта өлім періштесі пайғамбардың бас жағына жақындап: Ей саф болған Мұхаммед ибн Абдулланың пәк рухы, Аллахтың құзырына қарай шық. Жаратқан сізге дән риза, және ешқандай ашулы емес дейді. Мұндай сәтке куә болған Айша анамыз сол уақытта оның қолы сұлап түседі де, кеудемде жатқан басы ауыр болып қалады. Оның жаны кеудесінен шыққанын өз көзімен көрдім. Не істерімді білмей сасып қалдым. Содан орнымнан атып тұрып, есікке қарай жүгірдім. Есікті аша сала, үйдің айналасында топталып тұрған мұсылмандарға қарап: Аллахтың елшісі өмірден өтті, Аллахтың елшісі жаратқанның құзырына кетті деп айқай салдым. Мұны естіген сахабалар, ері болсын, әйелі болсын, барлығы бірдей жоқтау айтып, қатты жылай бастайды. Бүкіл Мәдина қаласы жылайды. Али ибн Абу Талиб 2 аяғы істемей, қозғалыссыз жерге отырып қалады. Осман ибн Аффан болса, қайда барарын білмей, ары-бері сасқалақтап, бала секілді жүгіре береді. Ал Омар ибн Хаттаб қылышын көтеріп: Кім-дегім пайғамбар өлді десе, басын аламын. Ол өлген жоқ. Бәлки Мұса пайғамбар секілді Раббысымен жолығып, қайта келеді. Ендеше кім-дегім пайғамбар өлді десе, мына қылышпен басын аламын дейді. Сол уақытта Әбу Бәкір Сыддық Айша анамыздың бөлмесіне кіріп, пайғамбардың жатқан денесін құшақтап, маңдайынан сүйіп: Өмірде де, өлімде де нендей жақсы адам едіңіз деп өксіп жылайды. Сосын біршама уақыттан кейін өзіне келіп, халықтың алдына шығып, айқайлап жүрген Омар ибн Хаттабты тоқтатып, байсалдылық татқан күйде: Пайғамбар Аллахтың құзырына кетті. Кім-дегім пайғамбарға табынса, ол расында өмірден озды. Ал кім-дегім бір Аллах тағалаға табынса, ол мәңгі әрі өлмейді дейді. Сонда ғана Омар ибн Хаттаб пайғамбардың дүниеден озғанын түсініп, тілі келміріп сөйлей алмай қалады. Осылайша адамзаттың асыл тәжі болған, жаратқанның ең сүйіктісі елшісі Мұхаммед пайғамбар хижрет бойынша 11 жылдың 12 Рабиул Ауал айында 63 жасында дүйсенбінің таң атысында Аллахтың құзырына кеткен еді. Ертесіне мұсылмандар пайғамбардың мүбәрак денесін жуып, жаназасын оқуға қамданады. Алдымен оның денесін әулетіне жақын Али ибн Абу Талиб, ибн Аббас пен Осама ибн Зайд жууға кіріседі. Пайғамбарды Айша анамыздың бөлмесінен алып шығып, сол жатқан үстіндегі киіммен бірге жуып, 3 орамды кебін кигізеді. Сахабалар әр мүшесін жуған сайын оны сүйіп құрмет көрсетеді. Содан соң сахабалар пайғамбарымыздың денесін Айша анамыздың бөлмесіне жаны шыққан жерге жатқызады. Жаназаны әр мұсылмандар топ-топ болып пайғамбарымыздың денесіне келіп кезекпен оқи бастайды. Сосын Біләл ибн Рабах бастаған сахабалар сол жерде қабір қазып, оның ішіне иіс су себеді. Жоғарыда аталған Али ибн Абу Талиб, ибн Аббас және Осама ибн Зайд секілді сахабалар пайғамбардың денесін қабірге қояды. Бұл сәрсенбі күні болатын. Осылайша қабір басындағы мұсылмандардың барлығы жоқтау айтып, пайғамбарды Раббысының құзырына бірге шығарып салған еді. Ертесіне Анас ибн Малик жолда кетіп бара жатқанда алдынан Фатима шығып, оған: Ей Анас, Аллахтың елшісін қабірге қойып, оның мүбәрак денесіне топырақ тастауға қалай ғана дәттерің барды дейді де, екеуі қосылып жылайды. Бұл жайында сахаба Анас ибн Малик былай дейді: Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам бізге елші болып келгенде, бұл өмірдің нендей нұрға бөленгенін көрдім. Сол сияқты ардақты Аллахтың елшісі дүниеден озғанда, бұл өмірдің нендей қара жамылғанына куә болдым. Мұндай жағдайды бұған дейін көрген емес едім. Қасиетті Құранда: Инналлаха ва малаикатаху юсаллуна алан наби, я айюхаллазина аману, саллу алейхи ва саллиму таслима. Шын мәнінде Аллах тағала және оның періштелері пайғамбарға салауат айтады. Ей иман келтіргендер, сендер де оған салауат айтып сәлем беріңдер дейді. Ендеше адамның асылы болған пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға әрдайым салауат айтуда сараңдық танытпайық ағайын.